Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дастарханның сәнін келтіретін дәмді, үгітілмелі, яғни песочный тестадан жасалатын гүлсамсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырына қажет ұн, тұз, ашытқы, қаймақ, сары май, жұмыртқа. Алдымен ұнымызға сары май, тұз, ашытқы, қаймақ, жұмыртқамызды қосып, араластырып, үстіне су қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, салмасын дайындаймыз. Салмасына тауық етін, пиязды майдалап турап, үстіне тұз, бұрыш, қалауларыңызша картоп қосып, араластырып дайындаймыз. Қамырымызды видеодағыдай кіші домалақ бөліктерге бөлеміз. Домалақ бөліктерге бөліп алғаннан кейін қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып, ішіне салмамызды салып, самсамызды түйеміз. Қамырдың бір шетін бас бармағымызбен ұстап, сол жерге қалған шеттерін сұқ саусақпен жинаймыз. Самсамызды түйіп болғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут немесе мак сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Достар, менімен болғандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.